Фукусима бір атом электр станциясының бірінші энергоблогының ішіне апаттан кейін алғаш рет адамдар кірді. Мамандар 6 желдеткіш құрал орнатып, оның көмегімен ауадағы радиация мөлшерін азайтуға қажет. Радиациядан қорғайтын арнайы киім киген 12 мамандар 40 минут бойы жұмыс істейді. Осыдан кейін реактордағы түтікшелердің қайта балқуына жол бермес үшін жұмысшылар салқындату жүйелерін орнатады. Отын түтікшелері суға батпағанша су реакторға тікелей жіберіледі. Бұл жұмыстар 4-5 күнге созылады деп жоспарлануда. 11 наурызда болған жойқын жер сілкінісі мен цунамиден кейін Фукусима бір атом электр станциясында салқындату жүйелері істен шығып бірнеше жарылыс болған. Станция айналасында радиация деңгейі өсіп 20 шақырымдық аймағы оқшауландырылған. Ақшта соққан күшті торнадодан кейін Миссисипи өзенінің аңғарына жойқын су тасқыны қауіп төніп тұр. Қазірдің өзінде өзеннің бүкіл ағысындағы жақын тұрған қалалар мен елді мекендерді су басып кеткен. Ауа райын болжаушы мамандардың айтуынша, су деңгейі әлі де көтеріліп, бұл ел тарихындағы ең жойқын су тасқыны болуы мүмкін. Болжам бойынша, Теннесси штатының Мемфис қаласында 10 мамырға дейін су деңгейі 15 метрден асады. Штат әкімшілігі төтенше жағдай жариялап, қауіпті аймақтардан тұрғындарды көшіртуді бастаған. Судың тасуына байланысты елдегі бірқатар маңызды автожол жабылды. Ешкімде ұмытылған жоқ, ештеңеде ұмытылмайды. Павлодарда жеңістің 66 жылдығы қарсаңында Ұлы Отан соғысы батырларына арналған барлық ескерткіштер жанды құрметті қарауыл қойылды. Еске алу вахтасын атқару құрметіне қала мектептерін биыл бітіретін ең үздік оқушылар ие болды. Балғын патриоттарға қарап, майдангерлер өздерінің жастық шағын еске алады. Өйткені сұм соғыс бастағанда оларда осы қыз жігіттердей жаста жалынды болатын. Ұлы Отан соғысының ардагері Николай Гарусов мектеп оқушыларымен кездесу алдында майданда естіген әндерін тыңдайтын. Соғыс басталғанда ол 15-ке толмаған жасөспірім еді. Фашистер оның туған жері Беларусьтің Могилев облысындағы Благовка ауылына соғыстың алғашқы күндері-ақ басып кірді. Гестапошылар мен эсэсшілерге қоса немістің формасын киіп оларға қызмет еткен бандерашылдар келді. Бәрі атқа мініп жүретін, ауылдарға басып кіріп күл талқан ететін. Өте қорқынышты, тіпті немістердің өздерінен де қатыгез. Олар 100 адамды сарайға қамады да есігін жауып тастап өртеп жіберді. Қашқандарын пулеметпен атып өлтірді. Бір жан тірі қалған жоқ. Сөйтіп алғашқы күні-ақ 100 адам бірден қаза болды. Николай Гарусовтың ағасын фашистер Германияға айдап әкетеді, ал өзінің жаудың қол астындағы жерде аман қалғанын ғажап деп санайды. Жастығына қарамай партизандарға көмектесіп жүрді. Ауылымыздың жау қолында тұрғаны 3 жыл болғанда шілде айында бізді әскер шабуылдай бастады. Алғашқы артиллерия дайындығы, Катюшадан атылған оқ, айналаның бәрі отқа оранып жатқаны, аспан мен жердің астан-кестен болғаны әлі есімде. Азат еткенімізге, енді қорықпай баратын жерге бара беруге болатынына сене алмадық. Бұл күндері Павлодардағы барлық ескерткіштер жанында құрметті қарауыл қойылған. Еске алу вахтасын жоғары сыныптарда оқитын үздік оқушылар атқаруда. Олардың бірі Кеңес одағының батыры Қанаш Қамзин ескерткішінің жанына құрметті қарауылда тұр. Менің өзімнің арғы атам майданда соғысты, хабарсыз кетті. Мен үшін бұл күндері осы жерде тұру үлкен құрмет. Мен мұнымен соғыс қаһармандарын ешқашан естен шығармайтынымды, оларды құрмет тұтатынымды көрсетемін. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне құрметімізді білдіру үшін жиналдық. Осы ұлы жеңістің арқасында біз жас ұрпақ осындай жақсы өмір сүріп қуанамыз. Ашық аспан мен күннің көзіне қуана қараймыз. Біз Қазақстанның болашағы осы ұлы жеңіске осы әлемде көзіміздің қарашығындай сақтаймыз деп уәде етеміз. Бұл үлкен жауапкершілік. Біз тарихтан білеміз, осы соғыста миллиондаған адам қайтыс болды. Сондықтан біз ардагерлерге рахмет айтып құрметтеу керекпіз. Ардагер Николай Афанасьевич отанымыздың болашақ қорғаушыларына қарап тұрып, өзінің жастық шағын еске алды. Соғыс басталғанда ол дәл қазіргі осы балалардың жасында еді. Осындай жасында біздің басымызға түскен қасіретті мен ешкімге тілемеймін. Бүгін біз бейбіт аспан астында өмір сүріп жүргенімізді мақтан тұтуымыз қажет. Еліміз тыныш, тұрмысымыз жақсы. Эльвира Тағайқызы, Салауат Темірболатұлы, Марат Игіліков, хабар Павлодардан.
Елбасына күн туған сонау сұрапыл соғыс жылдарында Майданға Алматы облысынан 120 мыңдай азамат аттанған екен. Олардың 57 мыңнан астамы оралмады. Қан майданда еліктің ең жоғарғы үлгісін көрсеткен жетісулық 54 азамат Кеңес одағының батыры атанды. Әйгілі 28 гвардияшы панфиловшылардың көпшілігі осы аймақтың азаматтары болған. Батырлардың арасынан бүгінгі күнге аман жеткен жалғыз қаһарман Иван Косенков Талдықорғанда өткен ардагерлерді құрметтеу салтанатының төрінде отырды. Жастық шақтарының ең қымбат кезеңдерін қан майданда өткізген кешегі сарбаз бүгінгі ардагер ағалардың қай-қайсысы да құрметпен даңққа әбден лайық. Жетісу өңірінде тұратын соғыс ардагерлерінің 76-сы бүгінде облыстық қалалық мәслихаттардың депутаттары болса, 40-тан астамы құрметті азамат атағына ие болған. Біз сіздерді әлі де жауынгерлік сапта деп есептейміз. Өйткені өнегелі істеріңізбен, өмірлік тәжірибелеріңізбен, ұлағатты ақыл кеңестеріңізбен, отан сүйгіштік сезімдеріңізбен еліміздің өсіп өркендеуіне елеулі үлес қосып келесіздер деді жиында облыс әкімі Аңсар Мұсаханов. Биыл ардагерлерді шипажайларда емдеп демалдыру үшін облыс бюджетінен 70 миллион теңге бөлініп отыр. Ал ардагерлердің коммуналдық тұрмыстық шығындарын өтеуге 40 миллион теңге қаражат қарастырылған. Кеше бір уақыттарда Еуропаның терезесіне қарай алмайтын ел қазір Еуропаның төріне шықтық. Дүниежүзіне әйгілі елге айналдық. Міне осы тәуелсіздіктің арқасы. Елдің арасындағы татулық мықты болсын. Тату болса береке бірлік болады. Береке бірлік жерде барлық табыс болады. Сондықтан халқымыз аман болсын, азаматтар аман болсын, бірлігіміз нығая берсін. Жастардан сұрайтыным, Алла қуат берсін, техниканың тілін білсін, дендері сау болсын, ел аман жұрт тыныш болсын. Пенсиямызды өсірді, ауруларымызды емдеп жатыр. Бұланlar ne gerek bizге? Енді тек жастардан сұрайтынымыз осы біз сияқты келешекте мықты ардагер болу үшін жұмыстарын адал, таза, алып сатарлыққа бармай таза жұмыс жасасын. Жеңіс мерекесімен ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай Қарағандыда ардагерлер ән салады атты облыстық фестиваль өтті. Осымен 21-ші рет ұйымдастырылған дәстүрлі өнер байқауына облыстың барлық аудан қалаларынан 20 хор ұжымы қатысты. Олардың қатарында Ұлы Отан соғысы жылдары еңбек майданына қатысып, жеңіс күнін жақындатқан тыл ардагерлері де бар. Концертті тамашалап қайтқан өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы толықтырады. Тұрымтай Толымбекова әже Ұлы Отан соғысы басталған жылы небәрі 14 жаста болыпты. 2 жасында ата-анасынан айырылған қаршадай қыз еңбекке ерте араласып, көп қиындықты басынан өткерген. Қаралы жылдардың қасіретін әжеміз көзіне жас алып еске алады. Сол кезде Балқаш деген қала дедім. 517 деген заводқа жұмысқа салды. Кішкентай қыз еді. Онан тұрмысқа шығып келгеннен кейін совхоздарда жұмыс істедім. Бидай тексердік, шөп ордық, егін салдық, шөп жинап, маяқ үйдік, күлді бейнетті көрдік, тамаққа соны тойғамыз жоқ. Жылап жүрдік, сықтап жүрдік. Бұл соғыс бізге оңай болған жоқ, қарағым. Өте қиын болды. Бүгінде жасы 80-нен асқан әжеміз шөбереден шөпшек сүйіп отыр. Соған қарамастан кейуана әлі тың. Ақтоғай ауданындағы ардагерлер ансамблінің белді мүшесі. Ән адамның жанын сергітіп, жасарта түседі. Соғыс жылдарда патриоттық әндер жауынгерлерге рух беріп, жігерлендірді дейді әжеміз. Катюша деген өлең болды. Катюшаны айтқанда қарғадай балаға дейін айтып, жылап отырып айтатымыз. Катюша деген өлең болды. О да біздің соғыс уағында шыққан өлең. Онан кейін Жас қазақ деген өлең болды. Жас қазақ аты жөнін білмейді, далада өліп жатқан жерінде соны күнесінге дейін қазір мына біз қорымызда соны айтамыз, жас қазақты. Мұрттай ұштау жас қазақ деп өлең айтамыз. Байқауға облыстың барлық аудан қалаларынан 20 хор ұжымы қатысты. Өнер көрсеткендердің арасында жасы 90-нан асқан қариялар да болды. Олар соғыс жылдарынан сыр шертетін әндерді шырқап, көрерменнің ықыласына бөленді. Тәуба Құдайға, Қазақстаным аман болсын, ел жұртым аман болсын. Онан кейінгі мына өсіп келе жатқан жастар аман болсын, бағалай білсін. Біздің көрген бейнетіміз оларға бермесін. Жақсы болсын, ішкен тамақтары адал болсын. Біріне бірі мейірманды болсын. Сұлу болсын, қыздарым сұлу болсын, ұлдарым ардақты болсын. Ән кешінен кейін ардагерлер мәңгілік алау мемориалына гүл шоқтарын қойып, Майдан даласында шейіт болған боздақтардың рухына тағзым етті. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Хабар агенттігі, Қарағанды облысынан.
Көктемде ардагерлер жасарады. Бүгін Қазақстан президентінің тұңғыш қоры осындай атаумен қарт майдангерлерге арнап мерекелік шара өткізді. Сондай-ақ жеңіс куәгерлері Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне арналған батырлар портрет атты көрме ұйымдастырылды. Жылдағы дәстүр бойынша жеңіс күні қарсаңында қор саябағында ардагерлеріміз қайта қауышты. Сағынса көрсетін қарт майдангерлер осынау зұлмат жылдарды еске алып әңгімелесті. Бүгінгі бейбіт заманның ұрпақтары әзірлеген қараңғы түн, Катюша, көк орамал әндері шырқалған концерттік бағдарламаны сүйсіне тыңдап, арнайы әзірленген ботқадан дәм татты. Сондай-ақ батырлар портреті көрмесінде жас суретшілердің еңбектері қойылған. Онда ардагерлердің өр тұлғасы көркем, шынайы бейнеленген. Қор басшысы Бектас Мұхамеджановтың айтуынша, қордың көмегімен өткен жылы 5 кітап жарық көрсе, биыл тағы сонша шығарылмақ. Мен соғыстың басынан бастап соғысқа қатысқан адамның біреуімін. Арты училищені бітіргеннен кейін Сумской. Мен Москваның түбіндегі шайқаста болдым. 10 жерден жырландып, әлгінге дейін сол 42 жылдың 2 февралынан бастап бір осколкы менің жауырынның астында, жүректің тұсында әлгінге дейін менімен жолдас болып келе жатыр. 9 майда таңғы сағат 4-дің шамасында мылтықтар атыла бастады. Ол не болып қалды? Тағы да немістерге келіп қалды ма десек, жоқ, соғыс бітті деп жариялады. Сонда бәріміз ду қол шапалақтап, жеңістің біткенін сол жерде біз қарсы алдық. Біз көптеген кітаптарды ол соғыстың жеңісіне арналған кітаптар шығарғанбыз. Енді бұл соғыс қалай басталған, ең қиынды бірінші күндері сол туралы меморандум шығарамыз деп соны жоспарлап жатырмыз. Елордада 350 орындық жаңа балабақша ашылды. Бұрын бұл мекеме Әділет министрлігінің қарауында болған. Өткен жылы қаланың коммуналдық меншігіне қайтарылып, 310 миллион теңгеге жөндеу жұмыстары жүргізілді. Балабақшаның ерекшелігі бұл елордадағы арт-терапия әдісі бойынша жұмыс жасайтын тұңғыш мекеме. Бүлдіршіндердің шығармашылық қабілеттерін дамытуға мән беріледі. Былтыр елордада 50 балабақша ашылған. Биыл тағы 11 мемлекеттік, оннан астам жекеменшік мектепке дейінгі мекемелер, 7 шағын орталықтар салынады деп жоспарлануда. Басты мақсат алдағы 2 жылдың ішінде балабақшалардағы орын тапшылығы мәселесін шешу. 42 мың бала кезекте тұр. Ол енді кезек күн сайын өседі. Өйткені қалаға көші-қон процестері өте жаңағы қарқынды. Жыл сайын туылған балалардың саны да көбейіп келе жатыр. Әкімшілікте бұл мәселе балабақшалардың орнын толтыру өте күрделі. Бірақ енді құрылыс жұмыстары осындай қарқын алып отырса, біз бұл мәселені ақырындап шешуге тырысамыз. Бүгін өнерсүйер қауым көрнекті қылғалам шебері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, құрмет пен Тарлан ордендерінің иегері Әбдірашит Сыдықановты ақтық сапарға шығарып салды. Қоштасу рәсімі суретші қызмет еткен Әбілхан Қастиев атындағы мұражайда өтті. Дерт дендегенге дейін Әбдірашит Сыдықанов барлық ірі көрмелерге қатысатын. Ол өткізген шара ерекше мәнді өтетін. Суретші қазіргі Атырау облысы Кулагина ауылында дүниеге келген. Өзінің 60-шы жылдардың буыны екенін мақтан айтатын. Өйткені замандастары ұлттық сурет өнеріне жаңа серпін берді. Көркем фильмдерге 1000-ға жуық эскиз дайындаған оның шығармашылығына кино өнерінің де әсері болды.